Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біздің каналымызға осы алғашқы бір видеомыз салайық деп отырмыз. Сол видеомызды енді пайғамбарымыздың құрметіне, пайғамбарымыздың сүннетінің құрметіне осы зәмзәм суынан бастап салайық деп отырмыз. Бұл зәмзәм суы Меккеден әкелген кәдімгі зәмзәмнің суы. Енді осы зәмзәм суын сіздер мен біздер қалай пайдаланып жүрміз? Зәмзәм суын ішу үшін оның өзінің тәртіптері бар. Бірінші жаңағы дәрет алу керек, одан кейін жаңағы пайғамбарымызға салауат айту керек, одан кейін қыбылаға қарап түрегеп тұрып, өзіңнің барлық қажеттіліктеріңді айтып дұға жасау керек. Сол дұғадан кейін зәмзәм суын ішу керек. Сонда сіздің дұғаңыз қабыл болады иншалла. Енді мен сіздерге қысқаша айтып жатырмын. Енді баяғыда ата-бабаларымыз құдық қазатын болған. Құдық қазғаннан кейін сол құдықтың суын тұщы қылып, ары қарай жаңағыдай ішіндегі бүкіл микроб, басқа нәрселерді өлтіріп, жер астынан шығатын басқадай минералдарды өлтіріп, жаңа құдықтың суын таза, пайдалы минералдарға бай қылу үшін осы зәмзәмнің суынан кішкене әкеліп, жаңа құдыққа құйып жіберетін болған. Құйып жіберіп, біраз құдықтың суы тұнғаннан кейін алып іше беретін болған. Сол құдықтың суы қанша уақыт өтсе де өзінің қасиетін жоғалтпай пайдалы сусынға айналып тұратын болған. Енді біздер жаңағы қалалық жерлерде мынау суды сүзетін жаңағы кувшин деп қоямыз ғой. Осы суды сүзетін фильтрі бар ыдыспенен суды сүзіп ішеміз. Енді үлкен фильтр қойып тастайды кейбір адамдар үйге. Ол да болады әрине. Бірақ енді бұл жаңағы көшіп қонып жүретін адамдарға арналған түрі ғой. Осы суды мүлдем тазартып ішу үшін бізге негізі фильтрдің де қажеті жоқ. Осындай ыдысқа құйылған суға мынау зәмзәм суынан бір тамшы тамызсаңыз, сол жетіп жатыр. Тіпті бір тамшының жартысындай болса да сол жетеді. 5 минутта судың құрамы өзгереді. Бұны Японияның, Американың ғалымдары зерттеп, әбден жаңағы көз жеткізген. Мекке қаласынан Америкаға күніге бәлен жаңағы самолет көтеріледі екен. Тек қана осы зәмзәм суын тасымалдаумен айланысатын. Енді жаңағы міндетті түрде фильтрдан өткізу керек, оның ішінде хлордың дәмі шығып тұрады, басқа деп жаңағыдай өздеріңіз сондай күмәндансаңыздар, осы зәмзәмнің суынан осы ыдысқа бір тамшысын тамызып, содан кейін үстіне жаңағы суларыңызды бісмилла деп осылай құя берсеңіздер болады. Болды. Астына өткеннен кейін бұл зәмзәм болып есептеледі. Зәмзәмнің білесіздер, адамзат баласына өте көп шипалары бар. Өте көп қасиеттері бар. Адам баласының қанындағы, тәніндегі дүниелер емес, жан дүниесіндегі де жаңағы информацияларды тазалайды. Білесіздер, судың өзінің жаңағы жады болады. Жады деген енді ойлау қабілеті, жаңағы сақтау қабілеті ғой, мидағы память дейді ғой орысша. Сол болады. Сол себептен су сіздермен біздерге ағып келгенше талай жаңағы информацияларды ойына сіңіріп келеді. Сол себептен жаңағы дем салумен, адамды емдеумен, шірткі жазумен айланысатын кісілер суды бір рет жаңағы тоңазытқышқа қатырған кезде судың барлық памяттері жаңағы өшеді. Өшкеннен кейін су жаңағы анадан жаңа туған бала сияқты пәк таза болады. Осы кезде Құранның аяттарын оқып, дем салып қойса суға, су өте шипалы болады. Сондай жолдары бар, енді оны өздеріңіз білесіздер. Мынау кейінгі білмейтін жастар болса, оларға бір кішкентай жаңағы ақпарат болсын деп айтып жатырмын. Негізінде зәмзәм суының сондай пайдалары бар. Әсіресе осы зәмзәм суын бір тамшы тамызып, одан кейін осы сумен күні бойы аш қарында жүріп, кешке жақын Рамазан айында ораза ұстаған кезде осы зәмзәм суыменен ауыз ашсаңыздар, бұл енді керемет болады. Ішіңіздегі бүкіл жаңағы жын шайтан болсын, басқа да нәрселер болсын, арам ойларыңызды барласын осы зәмзәм суы тазалауға сондай керемет жаңағы пайдасы болады. Білесіздер, Меккеге барған кісілер 10 шақты күн жаңағы ешқандай тамақ ішпей зәмзәм суын ішуге тырысады. Өзімізде соны басымыздан кешірдік, Аллаға шүкір.
зәмзәм суын ішіп отырсаңыз, сізге ешқандай тамақтың керегі жоқ, қарныңыз ашпайды. Біздің қазақтар айтады ғой, біз ет жемесек өліп қаламыз, басқа қылмаса болмайды деп. Жоқ, зәмзәм суын ішіп отырсаңыз, сізге ешқандай тамақтың керегі болмайды. Меккеге барып сол нәрсені көрген кісілерден сұрасаңыздар болады. Меккеге барған кезде екі-ақ тамақ болады. Адам баласының көңілі тартатын. Біріншісі зәмзәм, екіншісі мынау жаңағы құрма. Енді бұл құрманың нағыз өзі емес, енді бұл финик деген жаңағы құрманың бір кішкентай түрі ғой. Енді құрманың нағыз өзі шамалы басқаша болады. Сол себептен пайғамбарымыздың сүннеті болған, Алла тағаланың қазынасынан болған ең үлкен жаңағы қасиетті нәрсе, ас тағамның ішіндегі судың, сусынның ішіндегі ең қасиеттісі осы зәмзәм болады. Сол себептен жаңағы балаларға бір шамалы көз тиген сияқты болып, ауырсынып басқа болса, осы жаңағы бір құман суға бір тамшы зәмзәмді тамызып, баланы бірінші таза сумен жуындырып, сабындап шомылдырып алып, кейін осы сумен бір рет шайып баланы, одан кейін сүртпей денесіне сіңіріп, одан кейін жаңағы жуынған зәмзәмді таза ағаштың немесе гүлдің түбіне құйсаңыздар, иншалла өте пайдалы болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алла жар болсын. Баршаларыңызға зәмзәмнің құдығынан барып су ішуге, жәннатта пайғамбарымыздың хауызынан су ішуге Алла тағала нәсіп айлаған болсын.